Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Leaf арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі сіздер көрмеген таң ғажайып 10 мекен жайлы видеоның екінші бөлімін ұсынбақпын. Ал сіздер болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Чилидегі қол шөлі. Чилиялық мүсінші Марио Ирарасабаль аталған өнер объектісінің Атакама шөлінің арасында пайда болуына жауапты болған адам. Ол адамның жан қиналысы туралы жұмыстарымен кеңінен танылған суретші. Ал мына жердегі қол жалғыздықтың белгісі саналады. Филиппин аралдарындағы шоколадты төбе. Арал орталығындағы Бохол елді мекенінде 1700 түрлі ерекше төмпешіктер пайда болған. Олардың биіктігі әртүрлі болса да, пішіндері ұқсас. Құдды барлығы бір адамның қолынан шыққандай, алайда шындығында олай емес. ЮНЕСКО-ға сәйкес, олар тамшыланған жаңбыр суынан пайда болған және маржанды депозиттерден тұрады. Ал шоколадты төбе атауы бұл жерге ну орманмен қапталған бөктерлер жаздың ең құрғақ мезгілінде қоңыр түске боялған шақта берілген. Қытайдың Панцзинь аймағындағы қызыл жағажай. Өте әдемі әрі көздің жауын алатын Панцзинь жағажайын сует балдырлары басып кеткен. Күзді күні олар қызыл түске боялады, ал келушілер үшін жағажайдың кішкентай бөлігі ғана ашық саналады. Адамдар теңізге алып баратын бір ғана көпір арқылы жүре алады. Алып құмыралар, Лаос. Алып құмыраға ұқсас мыңдаған тастар Сианкуань ауылы аймағында орналасқан. Бұл ерекше түтікшелердің пайда болуы туралы негізгі теорияға сәйкес, бұлар кезінде адамдарды жерлеу рәсімінде қолданылған. Аңыз бойынша құмыралардың ішінде алып адамдарға арналып күрішті шарап даярланған. ақш-тың Юта штатындағы Гоблин аңғары. Бұл Марстың беткі қабаты емес, бұл бар болғаны адам мекендемейтін Солт Лейк Ситиден 216 миль қашықтықта орналасқан жер. Чукоткадағы Китті аллея. Беринг теңізінде орналасқан Итигран аралына әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келеді. Мұнда гренландтық киттердің сүйектері мен жақтарынан жасалған ғимараттар бар. Ғалымдар неліктен адамдардың мұны ойлап тапқанын сол күйі түсіндіре алмайды. Аталған жерде жаппай құрбандық шалу рәсімі өткен болуы мүмкін деген болжам бар. ақш-тың Калифорния штатындағы шыны жағажайы. Бұл жағажайда ұзақ жылдар бойы теңіз толқыны соққаннан кейін шыны тастар пайда болған. Өткен ғасырдың ортасында суда көп қоқыс жиналып қалған екен. Ал оның өңделген қалдықтары әлемнің миллиондаған туристерін өзіне шақыруда. Қазіргі уақытта аталмыш жерден жарқыраған тастарды алуға тыйым салынған. Франциядағы Париж үңгірлері. Бұл жер нағыз байырғы үңгірлер мен туннельдер желісін құрайды. Мұнда 6 миллионға жуық Париж тұрғындары жерленген. Мәйіттердің көбісі анонимді сүйектер мен бас сүйектер толып қалған зираттардан 18 және 19 ғасырлардың аралығында алынған. Оның ешқандай мақсаты жоқ. Есесіне қазір бұл үңгірлер әлем туристерінің назарына ілігіп отыр. ақш-тың Невада штатындағы Флай гейзері. Бұл құдды өзге планеталық гейзер секілді нәрсе. Ол Блэк Рок шөл даласында жеке меншік аймақта орналасқан. 1964 жылы энергетикалық компания ұңғыманы геотермалды суға бұрғылаған соң пайда болған екен. Тасиро мысықтар аралы, Жапония. Бұрындары осы аралда мысықтарға ерекше құрмет көрсетілген. Себебі мысық жібек өндірісіне кесірін тигізетін тышқандарды аулап отырған. Аралға ит әкелу қатаң түрде тыйым салынған. Ал қазіргі уақытта аралдағы жабайы мысықтардың саны жергілікті халық санынан асып түседі. Мінекей достар, бүгінгі видеомызда соңына жетті. Назарларыңызға рахмет.
Егер де видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар және де комментарияға жақсы пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған QLive арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.